Бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз, қымбатты көрермен. Біздің студиямызға арнайы келген мейман бар, таныс болыңыздар. Таныс болыңыздар, Тілеулесов Талғат Бұрханұлы Сақтаған Бәйішев атындағы Ақтөбе облыстық Әмбебап ғылыми кітапханасының маманы. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Аға, енді қазіргі кезде барлығы онлайн режимге көшіп жатыр. Соның ішінде әрине кітапханада онлайн режимге көшіпті. Енді оқырмандар арнайы онлайн режимінде кез келген кітапты оқуға болады. Енді толығырақ өзіңізден біле кетсек. Мына елдегі төтенше жағдайға байланысты қазір кітапханалар өз жұмысын онлайн режиміне көшті. Біздің мына кітапхананың сайты бар, интернет желісі, мына Инстаграм бар, Фейсбук бар, сол арқылы ел мінекей Абай атамыздың жылын атап өтіп жатырмыз ғой. Соған байланысты бір ел бір кітапқа біз осы Абай жолы, Мұхтар Әуезовтің Абай жолы кітабын таңдап алынды. Сол бойынша қазір онлайн режимінде елге насихаттау жұмысы жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар өзіміздің өңірдегі осы оқырмандарға және біз мына кітапхана басшыларына кітап таңдауға қатыса береміз. Сол бойынша биылғы оқитын өлкеге таңдауға Нұрпейіс Байғаниннің шығармалары мен өзіміздің елімізге белгілі Мейірхан Ағдәулетов ақынның шығармалары таңдап алынды. Осы шығармаларды біз қазір сол уақытша режимдеміз ғой. Боса тұрмаймыз. Осы насихаттау жұмысы қарқынды жүріп жатыр. Енді биыл Абай атамыздың 125 жылдығы деп өзіңіз атап өтіп кеттіңіз. Енді Абай жолы романды таңдалды. Осы қандай тілдерде оқи алады оқырмандар? Өйткені орыс тілді оқырмандарымыз да бар. Мүмкін ағылшын тілінде оқимын деушілер де болатын шығар. Бізде енді орыс тілі мен қазақ тілінде насихатталып жатыр. Ол да болашақта жалғасын табады. Әрине, енді қазіргі кезде онлайн режимінде қанша оқырман оқып жатыр, оның барлығы статистикада қарап біле аламыз ба жалпы? Өздеріңіз статистика жүргізе аласыздар ма? Әрине, біз енді осы қазір онлайн режимде жүріп жатқаннан кейін, оны қазір бүгін мынадай оқытты мен қазір көріп отырған жоқпын. Оның кім қарады, кім оқыды дегендердің бәрі жаңа біз Фейсбукта көріп отырмыз ғой, жазғанымызды. Біреу қаншама нравициясын басады, жаңа лайкын басады. Сол сияқты оның қорытындысы шығады. Ал мамандар бұл тұста білікті ме жалпы онлайн режимде оқырмандарды жинау, кітаптарды тарату әлеуметтік желілерге, осы жағын айтып кетсеңіз? Соның ішінде енді оқырмандарымыз кейбір коммент арқылы, мәселен енді іздеген кітаптарын бәлкім сол онлайн кітаптардың арасынан таба алмауы мүмкін. Осы ретте енді кітапханашылар көмектесіп жатыр ма жалпы? Әрине, кітапханашылар күндіз-түні осы оқырмандардың ойлаған ойынан шығу үшін, іздеген кітабын тауып беру үшін бізге хабарласады. Сол бойынша оған тауып беріп жатыр. Ондай мүмкіндіктер бар. Қазір енді электронды заман ғой. Цифрлы Қазақстан дейміз ғой енді. Енді аға, енді осы бір қазіргі кезде кез келген жұмыста енді арнайы карантин енгізілді. Енді көбісі демей-ақ қояйын, енді жартысынан көбі енді жұмыста. Енді қызу жұмыста. Себебі соның ішінде енді театрда айтуға болады. Енді онлайн режимге де көшті. Кітапхана өздеріңіз онлайн режимде қазіргі кезде оқырмандарыңызға кітаптарды ұсынылып жатырсыздар. Ал енді тағы да басқа қандай пайдалы іспен айналысуға болады деп сізден сұрайықшы. Өзіңізден бір кеңес болсын. Қаламыздың тұрғыны ретінде. Карантин жағдайындамыз. Енді үйде бала-шаға да бар. Өзімізде үйдеміз. Сондықтан не істеуіміз керек? Осындай бір мүмкіндікті пайдаланып, мен осы халқымда кітап оқуға шақырғым келеді. Себебі интернетпен сен ұзақ отырып қарай алмайсың, көзің ауырады. Сондықтан қазір мінекей кітап оқудың мүмкіндігі. Енді ол кітаптан бұрын оқымаған адамдар болса, бастап кеткеннен кейін ол кітап ары қарай өзінің қызықтылығымен адамды тартады. Сондықтан үйде боса тұрмау керек. Балаларымызға көп қадағалауымыз керек. Мына елдегі болып жатқан жағдайды кейбіреулер әжуалап, ойбай деп жаңағы бірдеңелер салып қойып жұртты күлдіргісі келеді. Бұл күлдіретін жағдайда емес біз қазір. Қазір біздің президентіміз айтып жатыр, бүкіл елдің зиялылары айтып жатыр, дәрігерлер айтып жатыр. Сақтанайық, үйде болыңдар, бір-бірімізге ауру жұқтырмайық.
халқымызды осы қиыншылықтан аман алып қалайық деп жатыр. Енді қазір шу шығарушылар да көбейіп кетті. Ойбай, анау жетпей жатыр, мынау жетпей жатыр деп. О, жетпей жатқан нәрсені өзіміз жеткізуіміз керек. Жетпей жатқан шығар. Соны өзіміз жеткізуіміз керек. Ал мысалға, мен қазір қалтыма салып алып келіп отырмын. Дүкенде, аптекаларда маска жоқ дейді. Ал менің әйелім енді үйде босып тұр. Мінекей тамаша. Сондықтан мен не көрсетейін? Қарапайым үйде. Иә, қарапайым мінекей. Өте тамаша? Иә. Сондықтан мен айтайын дегенім осы ағайындарға. Бәрінің де үйінде тігін машинасы бар. Инемен де тігіп алуға болады. Сондықтан жарияға жар салып, ойбай, анау жоқ, мынау жоқ деудің қажеті жоқ. Әркім өз үшін қорғанады. Өзің өмірің сақтауың керек. Бала шағаң сақтауың керек. Халқың сақтауың керек. Сондықтан әркім жарияға жар салып, анау жоқ, мынау жоқ деп ойбайға сала бермеу керек. Қолынан іс келе ме? Өзің жасап ал. Көз қорқақ қол батыр дейсіз. бар болса. Әрине, енді әлеуметтік желіден де осы бір оқып жүрміз ғой, енді арнайы зиялы өкілдері де, жалпы осы қауым, соның ішінде де ақын жазушыларымыз да жалпы кедейлікке алып баратын бұл жол жалқаулық дейді. Жалқаулықты жеңіп, осындай пайдалы іспен айналысуға болады ғой. Әрине. Енді өзіңізбен кітап алып келген екенсіз. Бұл кітап не жайында? Көрермендерімізді танысып кетсеңіз, енді кітап оқуға шақырып жатырсыз. Әдебиетке өзім бір жақын адаммын. Қазір бір жақсы бір көңіл күйде жүрмін. Мынау бала күнімізде жеткізіп болмайтындай көрінген, алыс бір тау сияқты көрінген 50 жасқа толып отырмын. Құттықтаймыз. Осы 50 жастың аралығында мен не істедім, не бітірдім, халыққа не бердім, қандай пайдам тиді. Өзің есеп беретін кездер болады. Енді сол жазған шығармаларымды кітап қылып шығарып отырмын. Мынау Ақтөбе сериясымен шыққан кітап. Бұны осы біздің Ақтөбеден 50 том кітап болып шыққан. Сол 50 томға кірдім. Алдында өздеріңіз білесіздер, жүрек сыры, сағындым сен деген кітаптарым бар. Соны енді келгеннен кейін бір өлең оқып бергенім дұрыс шығар. Әрине. Ал енді өлең оқымас бұрын сұрап алайыншы, жалпы осы оқырмандар онлайн режимде оқи ала ма кітабыңызды? Әлі енген жоқ па? Жоқ, енгізіп жатырмыз. Енді. Біз енді қазір 500 мыңнан асып кетті кітаптың саны. Сондықтан біз оның бәрін бір күнде енгізе алмаймыз ғой. Бірте күнде бірнеше кітаптар енгіземіз. Мінекей, қазір интернет ашсам, мысалы, менің де кітабымды ертеректе кіргізіп қойған, тауып алып оқи береді. Тауып алып оқуға мүмкіндік бар екен. Оқуға болады дейсіз ғой. Ал, тамаша қонаққа де, өзіңізден біреу, бір қонаққа де болсын. Енді мен әжем туралы, анам туралы көп өлеңдер оқып жүрмін ғой. Қазір көктемнен келіп жатыр. Мүмкін махаббат жайында, немесе бір көктем жайында, қыз балалар жайында. Мына Сарғалдақ деген. Біздің ауылда мен өзім аралдығымын. Біздің табиғатымыз құнарсыздау. Дегенмен де бізде де гүлдер өседі. Мына Сарғалдақ деген бір өлеңді оқиын. Дария көңіл тұр тасып, төңірек ғажап бәрі нұр, көктеммен бірге қырдасып, теремін барып сары гүл. Сырымды айтам жасырын, Сарғалдақпенен тілдесіп, келер деп қашан ғашығым, отырам сосын мұң кешіп. Өткізем ойлап түнімді, қуанып кейде жабығып, батырам қайта күнімді, көрпесін түннің жамылып. Беріліп сұлу сезімге, білемін кездер өткенін, сонау бір бала кезімде, осылай өткен көктемім. Кетсе де заман өзгеріп, көңілім қырда әлі жүр, сары жиделі қыз көріп, есіме түсті сары гүлді. Бәрекелді, рахмет көп. Әрине, енді дәл осындай керемет өлең жолдары көбінесе қай жерлерде шығады? Өзіңізге бір шабытты қайдан аласыз? Иә. Енді бұл сағыныштан, қуаныштан, мен бүгін бір өлең жазып тастайын, осы уақытым бар ғой дегенге өлең шыға қоймайды. Енді ұйқастырып шығара беруге болады. Ол халыққа дәмсіз де болып қалады. Сондықтан өзіңнің балаңды қалай үйде тәрбиелейсің жақсы болу жаққа. Сол сияқты өлең де жақсы болғанын жақсы көремін. Енді мен мысалға
бала күнімізде қарлығаштың ұясын көріп, сол қарлығаштың келуін күтеміз, оның балапан ұшырғанын күтеміз. Өміріміздің бәрі сондай бір қызықты күндермен өтіп еді. Енді қазір елден жырақтап кеткеніме мінекей 30 жылдай болды. Енді жыл сайын барып тұрамын ғой. Дегенмен де ол ортада емеспін. Сол бір сағыныштан туған қарлығаш деген өлеңімді оқып берейін. Тамаша. Нағыз бір керемет. Жыл сайын біздің ауылға, сонау бір алыс Меккеден, қарамай жауын дауылға, жететін құстар көптеген. Көліне кетсе қалғаны, қарлығаш үйге қонатын, балшықпен ұя салғаны, қызықты маған болатын. Әдетімменен бұрынғы, болсын деп дәйім көмегім, ұстап ап үйден шыбынды, балапанына беремін. Сабақтан үйге жеткенше, тамақ беруге асығам, ұядан ұшып кеткенше осылай күнде тасығам. Балалық досым болып ең, сәні боп ұшып көктемнің, қолыма талай қонып ең, ыстығау сол бір өткен күн. Еске сап ауыл елесін, сағыныш кетті жаныштап, сен болсаң жылда келесің, мен болсам барам алыстап. Жылқысым менің аман жүр, мекенге туған келіп тұр, өсірген сені далаң бұл, көзіңмен өзің көріп тұр. Жыл сайын мен де келемін, ұяңды көріп кетем деп, қарлығаш құсым сенедің, көңілде қалған мекенде. Біздің студиямызға келіп осындай маңызды ақпаратпен, соның ішінде әрине өлеңдеріңізді оқып бергеніңізге біздің шығармашылығыңызбен таныстырып кеткеніңізге көп рахмет. Алдағы уақытта тек қана шығармашылық табыс тілейміз. Енді осындай бір қиын кезде мейлінше сақ болайық, және де оқырмандарға өзіңіздің бір ақжарма тілегіңіз болса. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жаңа сөз басымызда айтып кеттік, коронавирусқа байланысты сақтанып жүрейік. Сақтанғанды сақтайым деген Құдайдың сөзі бар дейді. Сол сияқты сақтанып жүрейік. Осы бір қиын сәттен аман есен ел жұртымыз өтсін. Осы уақытымызды осы кітап оқумен өткізейік ағайын. Кітаптан алған білім ол мәңгілік адамды жақсылыққа, адамгершілікке, отан сүйгіштікке тәрбиелейді. Сондықтан балаларымызды кітап оқытуға, өзімізде солар балаларды қызықтыру үшін өзіміздің оқыған кітаптарымызды сол балаларымызға ертегі есебінде әңгімелеп берсек, ол баланың жадында қалады. Сондықтан барша ағайынды мен кітап оқуға шақырамын. Рахмет аға, көп рахмет. Ал қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Тамаша әуенге назар аударайық.